Мынау мен осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үмбетімін деген сұрақты өзіңізге қойып көріңізші. Күніне бір мәрте немесе дәл қазір өзіңізге сұрақ қылып қойып көріңіз. Мен Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үмбетімін. Не білдіреді үмбет деген? Әр пайғамбардың өзінің үмбеті болады. Өзінің қауымы болады да. Енді бүкіл пайғамбарлардың барлығының мұғжизасы тоқтап қалған. Сол өздерінің уақытында да. Біздің Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең соңғы пайғамбар, қияметке дейін болатын пайғамбар. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, Аллах тағалам сенің оған игілігің мен сәлемің берекетің болсын отбасына. Дәл қазір мен салауат айттым. Салауаттың түрі көп, қайсыны айтсаңыздар да өзіңіз білесіздер. Бұлай күнделікті айтып жүре берсеңіздер, қысқасы да бар, ұзыны да бар. Намазда оқылатын салауат ол ұзақ түрі. Қайсыны айтсаңыздар да өзіңіз білесіздер. Енді Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мұғжизасы қияметке дейін барады екен. Не мұғжиза? Қалай ойлайсыздар? Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мұғжизасын көріп жүрсіздер ме? Құран қасиетті, Құран кәрім оқып жүрміз, намаз оқып жүрміз. Намаздың ішінде де сол сүрелер оқылады, Одан кейін ораза, намаз. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ең үлкен мұғжиза ол Құран түскен. Және қияметке дейін оның бір әріпі де өзгермейді. Ешкім өзгерте алмайды да оны. Ешкімнің қауқары да жетпейді. Өйткені Аллах тағала бол деді, болды. Қияметке дейін ол Құран ауыспайды. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мұғжизасына келетін болсақ, ол өте көп. Соны бірін айта кетейін. Өткенде Гаухар есімді қызды барлық әлемге, иншалла, Алланың қалауымен танымал болып жатыр. Не үшін? Алланың мұғжизасы. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мұғжизасы. Өйткені ол қыз салауат айтқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға. Аузынан қан ағып, ірің ағып жатса да, тамағы рактан болып ауырған, әлхамдулилля, толығымен жазылып кеткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түсінде көрген анық, тағы да екінші рет көрді дейді. Бұл не? Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұғжизасы. Салауатты үзбей, умраға жолдама ұтып алды бұл қыз. Сонда да салауатты үзбейді. Ләззатын білді. Ләззатын біліп алды. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы да көргім келеді деп бір жылап алды. Көріңіздер YouTube каналын. Міне, тағы да Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл жолы Хадиша анамызбен емес, бұл жолы өзі кірген екен. Өте керемет, Дәл қазір салауаттың жарысы болып жатыр. Иншалла, Аллах тағала нәсіп етсін, Алланың қалауымен Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды түсімізде көруімізге. Енді бұның барлығын біз сатып алмаймыз. Бір жерге барып фундамент құймаймыз, бір жерге барып стройка істемейміз. Тек қана Алланың разылығы үшін Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтамыз. Салауат. Үзбеңіз. Аллахумма салли аля Мұхаммадин ва аля али Мұхаммад. Қазір салауаттың жарысы болып жатыр. 3-ші кезең басталып кетті. Үлгермей қалдыңыздар. Маған жазып жатқаны қаншама. 4-ші кезеңі 1-2 аптада, иншалла, Алланың қалауымен Инстаграмда мен де Алланың қалауымен хабарлайтын болам. Көріңіздер. Сол кезде тағы да қатысасыздар, иншалла. Және де Аллах тағала айтады, намаздарыңа сақ болыңдар дейді. Әсіресе құптан намазға дейді. Себебі құптан намазы Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үмбетіне бұйырылған 5 уақыт намаз. Басқа үмбеттерге намаз бұйырылмаған дейді. Көрдіңіздер ме? Сол үшін құптан намазды түнгі 12-ге дейін оқып үлгеріңіздер. Ары қарай созып алып жүрмеңіздер. 3 ракат өтір уәжібін обязательно оқыңыздар. Және де 3 ракат өтір уәжібде құптан намазындағы құнут дұғасын міндетті түрде оқыңыздар. Және де құнут дұғасын қайдан алам десеңіздер, мен Инстаграмға белгілеп мына жерде жазып кеттім. Сториске дәл осы видеоны түсіріп болғаннан кейін мен белгілеп кетемін. Құнут дұғасының мағынасын тәпсірін мен айтқанмын. Сөз жерде сіз сол құнут дұғасын оқығаннан кейін сіз құнут дұғасын ешқашан тастамайтын боласыз. Себебі ол құнут дұға ол. Өте керемет дұға. Көріп алыңыздар.
біліп алыңыздар. Жалпы 5 уақыт намазға сақ болып жабысып қалыңыздар. Өйткені ол парыз, біз жалғыз емеспіз. Жазып жатқан періштелер.